Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бүгінгі мәнерлеп оқуымыз оқу уақытына арналмақ. Жалпы бұл науқан адамдарды оқуға ынталандыру және тарту мақсатында өткізіледі. Қазір сіздердің назарларыңызға Мұқағали Мақатаевтың бірнеше өлеңдерінен мәнерлеп оқуды ұсынамыз. Екімәден пәк жас-жандар, қателігіме қателікке баспаңдар, қосыларсың қол ұстасып саспаңдар, махаббатпен ойнағанды тастаңдар. Екімәден пәк жас-жандар, сүйіктіңе сүйікті болып сүйсе бер, сүйкімді де дәл өзіңдей сүйсе кел, жастық дейтін ән салтанат күйші бер, жараспайды ол жаман саусақ тисе кер. Қалған сенің жүрегің, баурап алған адамдардың бір едім. Өз-өзіңді қинасаңды қаншама ұмыта алмай жүргеніңді білемін. Кеудеңде шын жатса дағы қайғы, мұң, керегі жоқ ұрыс-керіс айғайдың. Анаға сағыныш. Сағындым сізді жан ана, аңсап жүрмін күнде өзіңді. Балам деген бал тәтті жыр сөзіңді. Арманымның қиялымен келем ана, қайта көрсем екен деп бір өзіңді. Мен тіріңде білмеппін қадіріңді, жылына бір көремін қабіріңді. Қайта аллам ортаға төгер ме еді, аналық ақ жүректі жарығыңды. Шыдай түс, шыда тағы. Шыдамдыны мына өмір ұнатады. Үміттің құлан ел құлатады. Әйтеуір бір ата. Өкінбе, өкпелеме, үгіліне. Үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берер ойымның алтын кенім. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтынның нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсын ба, ойланбай-ақ кел дағы от ал менен. Отан, сен болмасаң не терем, мәңгілік бақытсыз боп өтерем. Өмірден бұл өксімейін кетерем. Құс ұясыз, жыртқыш үнсіз болмайды. Отансыз жан өмірде оңбайды. Өзін өзі қорлайды да сорлайды. Тірі адамға сол қайғы. Сәби болғым келеді, құста болғым келмейді. Қанатым бар, күмістен жаратылған. Сәби болғым келеді-ай, сәби болғым, бұл өмірден хабары жоқ жана туған. Сәби болғым келеді-ай, сәби болғым, бұл өмірден хабары жоқ жана туған. Отта болғым келмейді, жылуым бар, керек па жылыныңдар. Мұқағали Мақатаевтың армысыңдар достар, қарлығашым келдім бе, мавр, дариға жүрек, аққулар ұйықтағанда, шуағым менің, соғады жүрек, шолпан, жырлайды жүрек, өмір өзен, өмір дастан, аманат, тағы басқа да жыр жинақтары бар. Бізге танымал өлеңдері отан, атамекен ақмекен, ей өмір, үш бақытым, пай өмір, бақыт, есінен алғайсың, жастық, достық, қара өлең, жырлар жазам, арулар асыл жандар, поэзия, дәрігерге, туған жер, Махамбет абайлар-ай, музаға деген тағы басқа өлеңдер жетерлік. Мұқағали Мақатаевты аудармашыда дейміз. Он Дантенің, Шекспирдің, Үпменнің, Тихонов, Бернс, Ансари тағы басқалардың шығармаларын қазақ тіліне аударған. Мұқағали өз айтады, мені сөзге, жырға үйреткен, қалып сүюге тәрбиелеген әжем дейді. Мұқағалидың поэзиясы таңғы шықтай мөлдір, сырлы, мұңлы поэзия.